көлігінің кілтін сізге беріп қойса, өзгелер сізді Нұрдәулеттің қызы деп қарайтын болса, қадам емес пе? Сіздің мойнына құшақтап барып жүгіріп жатқан видео ол есептелмей ме? Жоқ, балауса. Бірақ бұл жігіттер әзілдеп бір сөз сөйлесе кінәлі екен. Неге Нұрдәулет кінәлі емес? Таң қалып отырмын, Нұрдәулет. Мен айтайын баласы ханым. Енді 26-ға келген еркекпіз ғой. Менің басында осы жобаға келген кезде шынымен жаңа ара қатынас бастауға келген адаммын. Ал оған дейін мен көзіме бірде-бір қыз түспеген. Одан кейін жанерке келген кезде, біраз уақыт осы жерде араласып жүрген кезде, дос ретінде араласып сөйтіп жүрдік, оның талаптарын да білдім, ол да менің талаптарымды білді. Менде симпатия болды. Симпатия болды. Мен бірақ ұнатам, жақсы көрем деген нәрселер айтқан жоқпын, ештеңе уәде берген жоқпын. Просто сөйлесіп жүрдік, шығарып салып жүрдім. Бірақ, қыздың да тарапынан бір нәрселер байқаған кезде мен өзімнен қорықтым. Анықтай кетейін, қыздың да тарапынан байқаған кезде не байқадыңыз? Сезім, көңіл? Андай болады ғой, мысалы басқа жігіттерді кеше айтқан кезде олармен ешқандай ара қатынас бастағысы келмейді. Мысалы мен де сол үшін айтқан жоқ деген сияқты ғой. Жаман жағынан көрсеткісі келмеді деген сияқты. Себебі жанеркенің де ойы бар. Жақсы көреді, ұнатады деген сөз емес. Мен өзім қол жеткіздім да, қол жеткізгенде симпатия, маған қарай симпатиясы болу үшін мен сол нәрсеге жеттім да. Өйткені шығарып салдым, көңілін ауладым деген сияқты. Одан кейін симпатиясы ашылады, ұнатты, ғашық болды деген сөз емес. Сол моментте мен өзімнен қорықтым, баласы ханым. Неге? Өйткені мен жаңа ара қатынас бастауға дайын емеспін. Жанерке, сізге Нұрдәулет сыртта сезім жайлы сөздерді айтты ма? Симпатиясы бар жігіт сыртта құр жүрмеген шығар. Тіпті қателесіп болса да қол жеткіздім деп айтып отыр. Ақыры сіздің жүрегіңізді жаулап алуға қадамдарын жасаған. Тіпті көзде жеткен шығар бәлкім. Ұнатам деген ондай сөздер болған жоқ, тек поддержка беріп сөйтетін. Барынша мен түсінетін, менімен бірге сөйлесетін, енді кәдімгідей сырласып, менің жан дүниемді түсінетін адам осы ғана деп біліп келген, бірақ қазір мүлдем түсініп отқан жоқпын Нұрдәулетті. Неге өйтіп айтып отқан. Бірақ Нұрдәулеттің өзінің айтқаны бойынша, мен қазір серьезный отношенияға дайын емеспін деп айтқан. Бірақ оны нақты маған сілтеп айтқанын мен түсінбеппін. Менде Нұрдәулетке дейтін ондай сезім жоқ. Сіз мүлдем хабарыңыз болған жоқ. Сезімі бар екенінен, симпатиясы бар екенінен хабарыңыз болған жоқ па?